Әзербайжанға алғаш рет барғанда не білу қажет? Әзербайжан елінің жер шекарасы ковидтан бері әлі жабық. Сондықтан бұл елге сіз тек ұшақпен немесе пароммен кіре аласыз. Әуежайда тегін және жылдам интернет бар. Сим-картаны да осы жерден сатып алуға болады. Қаладағы оператор орталығында дәл осы тарифтер 1,5 есе қымбат. Қалаға дейін жетудің ең арзан тәсілі автобус. Ал егер такси қолданам десеңіз, Яндо қосымшасын жүктеп алыңыз. Ол біздегі Яндекстің Әзербайжан нұсқасы. Яндекс аккаунтыңызбен кіріп, карталар бәрі автоматты түрде көшіріледі. Ақшаны айырбастап қажеті жоқ. Біз Қазақстанда доллар сатып алып, Әзербайжанда манатқа ауыстырған едік, алайда Каспий картасымен төлеген кезде курс арзан шықты. Барлық жерде манатпен қатар долларды да қабылдай береді. Қалада автобуспен қозғалуға болады. Бағасы 0,80 манат. Такси де қатты қымбат емес. Қонақ үйлердің орташа бағасы 2 адамға 70-100 манат. Жағдайына қарай арзан немесе қымбатын табуға болады. Картаны айтатын болсақ, Бакуда Тугис бар, бірақ ол қатты дамымаған, сондықтан онда пікір аз қалдырады. Оған қарағанда Google Map көбірек мәлімет береді, бірақ онымен де 2-3 рет алданып қалдық. Менің есімім Дәулет, бұл Еркін Қазақ саяхат туралы блог. Әзербайжанға саяхат туралы көбірек білгіңіз келсе, парақшаға тіркеліп қойыңыз.